Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын үй жағдайында қазан кебаптар жасайтын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Және достар, видео ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз қазан кебаптарымызды жасап бастайық. Ең әуелі бізге керек сырты ашылған осындай ұсақ немесе орташа картоптар және ет қажет. Етті мен алдын ала дәл осылай турап алдым, сәл үлкенірек етті. Және бізге қажет пияз бен осындай көк жуа. Енді картоптарымыздың сыртын кептіріп, қағазбен жақсылап сүртіп аламыз. Әрі қарай қазанға сұйқымай құйып, оттың қызуын ең жоғарысына қойып қоямыз. Сұйқымайды барынша көп құйғаныңыз дұрыс болады. Енді осы сұйқымайға біз жаңағы картоптарымызды салып, сырттары қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Міндетті түрде картопты араластырып тұрыңыз, себебі күйіп кетуі мүмкін. Егер сіздің картоптарыңыз үлкен болса, ортасынан бір бөліп жіберсеңіз болады. Қарай осы қызып тұрған отта картоптарымыз қызарғанша аудара отырып, мен өзіме ыңғайлы болу үшін осылай қасықпен аудара отырып, картоптарымды қызартып қуырып алдым. Менің картоптарым әдемі болып қызарып қуырылыпты. Енді осы картоптарымды майдан алып, дәл осы қызып тұрған майға жаңағы алдын ала дайындап қойған етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміздің де түсі қызарып, әдемі болғанша жақсылап қуырып аламыз. Етті қуыруға шамамен менде 15 минуттай уақыт кетті. Міндетті түрде етті де араластыра отырып қуырыңыз, себебі қазанға жабысып күйіп кетуі мүмкін. Менің етім де әдемі болып қызарып қуырылыпты. Етімді де майдан сүзіп аламын және майды бөлек бір ыдысқа құйып қоятын боламын. Дәл осылай. Енді біз етке дәмдеуіштер қосатын боламыз. Бұл жерде бірінші тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және зира қостым. Зираны міндетті түрде қосуларыңызға кеңес беремін, себебі зираның өзі өте бір дәмді, ерекше дәм беретін болады. Енді осы етті қолмен немесе қақпағы бар ыдыс болса, жақсылап сілкіп араластырып алатын боламын. Мен қолмен жақсылап араластырып алдым. Енді осы етті бөлек ыдысқа саламыз және дәл осы етті араластырған ыдысқа біздің картоптарымызды саламыз да. Дәл жаңағындай етке салған дәмдеуіштерді де картоптарымыздың үстінен сеуіп шығамыз. Тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка және зира септім картопқа да. Енді картоптарымызды да жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осылай араластырып алдым. Картоп пен етті қуырған қазанға азғантай май құйып аламыз. Жаңағы бөлек ыдысқа құйып қойған майдан. Қазанды да жуып қажет емес. Енді осы қазанға бірінші етімізді саламыз. Осы еттің үстінен картоптарымызды салып шығатын боламыз. Оттың астын ең баяу қызуына қойып қойыңыз. Қазір осы отта біздің картоп пен етімізді 1-1,5 сағат пісіретін боламыз. Осының үстіне азғантай ғана ыстық су құямын. Суды көп құйып қажет емес. Өте аз мөлшерде құйып, қазанымның қақпағын жауып, оттың астын ең баяу қызуына қойып, 1-1,5 сағат етім жұмсарғанша пісіріп алатын боламын. Шамамен 1,5 сағатта баяу отта менің етім жұмсарып, толықтай пісіп дайын болыпты. Осымен біздің қазан кебаптарымыз да дайын. Сіздерге міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша дайындап көрлеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Өз қалауларыңызша қазан кебаптың бетіне ұсақтап туралған пияз, көк жуа сепсеңіз, сіздің тағамыңыз одан сайын дәмдірек бола түседі. Міндетті түрде видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.